Assalamu alaikum, efirde zaman oktyabrning 27-si Qaramishg'alining 1338 kuni studiyada Maviliya Muxtarova çalışam. Ахтем Чайгос ve İlmi Umerovna Borisполь Ава limanında karşılaylar. Uçakları 10 dakika versi kondu. Daha çok muhbirimiz Elvina Seyitbulayeva bile o azat etilgen siyasi mabüslerini karşılamağa kelgenlerge koşuldu. У ці хвилини приземлився літак з Туреччини. На борту літака політв'язні Кремля Ахтем Чайгос, Ільмі Умеров. На третьому поверсі їх чекає велика кількість людей. Розгорнули кримсько-татарський стяг. Там зібрались родичі, знайомі, друзі, які вже більше 3 років чекають своїх національних героїв. Прошу послухати пряму мову. Дождемся их, и мы их встречаем, потому что это наши уже фактически герои, потому что столько времени провести в заключении, потом узнать о такой новости, что их освобождают, это действительно многого для нас стоит и для всего народа. Ну, это подвиг в первую очередь, что наши лидеры не сломались, не проявили, так сказать, боязнь. Просто это вот моя личная инициатива приехать их встретить, ну, уважение к ним. Сьогодні Ільмі Умеров, Ахтем Чайгос проведе прес-конференцію, яка відбудеться тут, на 3-му поверсі в аеропорту Бориспіль, а потім зустрінуться з президентом України Петром Порошенком. Ми будемо все транслювати, слідкувати за ситуацією і розкажемо вам більше в наступних випусках «Заман». Студія. Сағыл Дарина, мұхбирымыз Дарина Иванютенко. Ава limanında bulunanda azat etilgen meclis reisinin muavinlerini karşılaylar. Tezden onların matbuat konferensiyası başlayacaktır ve biz onu canlı yayında göstereceğiz. Bu dakikaları işgal etilgen Ahmetjit'nin sözde mahkemesinde fevral 26 davasının oturuşu başlamalı. Ali Hasanov, Mustafa Degermenci, İskender Kantimirov, İskender Mirvaliyev ve Arsen Yunusov kalabalıklarda iştirak etmesinde kabatlana. Hasanov ve Degermenci bu sene aprel ayında ev hapsine alındı. Bundan evvelisi ikisi sezoda yataydı. 2014 senesi fevralının 26'sında Kırım Yukarı Şurasının binası önünde Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutup mitingi olup geçken adam. Kırım işgalinden son sözde prokuratura Kırım Tatarlarını miting vaktinde çıkan kalabalıklarını teşkil etmesi ve iştirak etmesinde kabatlamağa başladı. Сервер Зекерияев декабрьнің 12-сіне қадар незарет алтында қалacak. O Hizbut Tahrir davası çerçevesinde октябрьнің 11-інде Бақчысарайда яқаланған 6 Қырым татарından біріdir. Туневін işgalci mahkeme advokatның мұражатларына ред етті. Сервер Зекерияевнің имайджесі оңа белгіленген жезаны деңіштірмеге rica etken. Oturuş Kenya kapalı şekilde geçirildi. Advokat Server Zekeriyev'nin 12 balası olğanına ve bir sıra diğer delil getirdi. Lakin kadılar buna kulak asmadı, onlar hapiste kalacağını tasdikladılar. Учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Суд выслушал мои доводы, однако судя по итоговому решению, никакой оценки правовой этому дано не было. Bizni anlamağa zorlayacağımız Kırım Söz Cemaat Teşebbüsü'nün aksiyası Kiev'deki Rusya elçihanesi yanında olup geçti. Faaller Rusya'dan Kırım'da insanların kayıp olmasını tahqiq etmesini talep etti. İşgalden son yarımadada insanlar sık kayıp olmağa başladı. Hukuk orçalayıcılar buna Rusya hakimiyeti ve ona hizmet etkenlerinin alakası var olğanını tahmin etti. Kırım'ın işgalci hakimiyeti ise bunu inkar etti. Мы сегодня говорим о том, что как минимум 49 еще есть политических заключенных, которые находятся либо в Крыму, либо в России, отбывают наказание, либо ожидают суда. Это все крымчане, осужденные по политическим мотивам. Но кроме них есть 16 человек похищенных и пропавших, о судьбе которых до сих пор ничего не известно.
Русияге қаршы басқы ве санкциялар севиесін арттырмақ. Украинанан бойлы ниетлері бар. Бұны Украина тышышлер Назира Павло Климкин НАТО елі ешбірлігі форумында деді. О Русияге қаршы санкция ве сәси басқы файдалы олғанына қайдетті. Кешкен сене бірлешкен милетлерінің баш ассамблеясында Украина көчлі бір резолюцияның қабыл етілмесіне ерішкен еді. Анда Русия тарафындан халқара нормалар ве инсан ақларының бозылмасы қайдетілді. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня. В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Русия инсан ақларына аляда сайғысызлық көстере, о Донбасста 100-ден зиеде есір ве 38 саяси мобюсны тұта. Қырым татарлар бұйық басқа алтында қала. Кримські татари не терористи. Вони не порушили жодної норми російського законодавства, але їх всіх заарештували. І ось це мізерний приклад того, який безлад зараз відбувається в Криму. Всі наші зусилля протягом останніх місяців призвели до того, що тепер Ахтем Чийгоз і Ільмір Неров тепер звільнені із російського полону. І ми продовжуватимемо боротися за кожного, хто зараз ув'язнений Росією. Бұл меселе Америка Девлет департаментінің Украина меселелері темсілжісі еле құрышывынды музыкеретілі жектор Курт Уолкер бүгін Украинаға ресми зейретінен келе. Украина президенті ветті шышлеріні зірелі құрышывлер планлаштырыла базы мембалар. Уолкер Украина мемурларының құрышкен соң Русия президентінің ярдымжысы Владислав Сурков еле музыкерелерге баражақ деп білдіре. Твиттер, Russia Today ве Спутник агентлігінің рекламасыны ясақытты бөлейхалар Кремль тарафындан малиетілі. Ештемай ағының реберлері мескер қарар Америка істіғбаратшыларының хулясалары есасында қабыл өтірді деп білдіре. Мұнда соңғы 6 ел ішінде бұл шіркетлерінің рекламасындан кәр етілген аман-аман $2 миллион хайрееге бережегіні айдынлаттылар. Русия тышышлер нәзірлігі мескер қарарына сөз сербесілігінің бозылмасы олара қадландырып, тедбірала жағына ваде етті. 2017 сенесі январайында Америка махсус қызметлері Русия Америка президентінің сайлавларына кірішкеніне дайыр есабатына айдынлатқаныды. Russia Today ве Спутникде андай штырак әткенеділер Кремль бұл қабатларына инкар еті. Ақерді құрыма алтына алынған кинотеатрлер ве Матильда левхасы шерінің мерkezінде йоқ етілген тереклер ве қырымлыларға теклиф етілген ишғал етілген Донбасының топрақларының зейреті. Бұл хаберлер левхамызда айдынлатылау. Ақерінің сүзде полициясы Матильда левхасы көстерілечек кинотеатрлерінің қөветлештірілген құрыма алтын алды. Екінші Николай ве балерина Матильда Кшесинскаяның мұнасебетлері ақында икеге еткен фильмнің премьерасы Туневын башлады. Ортодокс жемиеті наразылық бүлдіре ишғал етілген Қырымның сабық прокуроры Наталья Поклонская прокуратураға 43 кере шекейет еткенеді. Девлет думасының қанунсыз сайланған депутат Левха ортодокс олған инсанларының дұйғыларыны үнчіта дей. Фильм ұтрафында олған қавғанын ақыбетлері де олды. Поклонскаяның тарафдары Екатеринбургта кинотеатрны яқты. Русияның ең бұйық фильм ағы есе Левханы көстермектен ваз кечті. Русская троя Ақер үшін зарарлы олды. Фестиваль себебінден шерінің мерkezінде сирек раст келген тереклер йоқ етілді. Мұсафірлерге ер олсын деп байырның бір қысмы бульдозернен кесілді. Русская троя фестивалі 1853-1856 сенелерінің Қырым Женка деселеріне бағышлана. Оның нәтижесі Русияның Қара деңіз флотундан марым қалмасы олғанады. Туристлер Қырымға келмесе, қырымлыларға сеят етмеге теклиф етілді. Ярымада сакенлерінің ишғал етілген Донбасқа бармаға имканлары бар. Бөйлі илянлар Ақмешітте пейда олды. Қырымлыларға Иловайск, Макеевка, Вестера, Бешеваға бармаға теклиф етілі. Қырымлылар экстремаль кезінтілеріні сайлармы йоқмы да белі дегіл. Саяси мобюслерінің ақлары қорчалансын деп наразылықларға шыққан фаль Санкт-Петербургта көтекленді. Бұны бірдемлік әрекетінің Facebook сайфесі хаберете Владимир Шпицынға евы янында ұжым етіп
газнен зерлегенлер. Фаал құқық қорғау органларына шикает етмек ниетінде Владимир Шпицын Петербургтағы наразылығы акцияларында мұнтазам суретте иштирак ете, о стратегия 18 бір кішілік пикетлеріне де шыққаныда. Это связано с его гражданской позицией. Это нападение с его политической деятельностью. Владимир выходит ежемесячно на акции в поддержку политзаключенных, давая жесткую критику нашим властям. В какое именно время я возвращаюсь, я не говорил никому, даже близким друзьям и родственникам. Поэтому я абсолютно не ожидал ничего подобного. Снял, значит, наверное, для отчета на свой мобильный телефон фотографии моего окровавленного лица и оставил меня там, так сказать, в луже, ушел. Ксения Собчак 5 жылға апске алына біле. Русияде президент вазифесіне намзет көстерген алып барыжына қырымлафлары үшін жазаламаға теклиф етіле. Бірқач күні велсі Ксения Собчак Қырым Украинаға айт олғанын деді. ЛДПР лидері Владимир Жириновский оны незарет алтына алмаға талап ете. Русия коммунистлер ферқасындан депутат Валерий Рашкин есе баш прокуратураға мұраджат етті. О Собчакның айтқанларына қимет кесілместіні істей. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Ато кечірілген аланда Кения Кергінкун дұшман барышықны егрім кере бозды. Енчоқ Донецк тарафа зарар көрді. Майын атыжылар бұйы калибрлі пулемет ве гранат атыжылар қоланылды. Гранат атыжылар Луганск тарафында да қайд етілді. Неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемиря. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. Украин саясатчысы Игорь Моисейчук уграган учымде Русия из Баркиба малюмат Русларға қаршы нефретнің дабыр алеметі ола. Бұл фікірні Кремль спикері Дмитрий Песков сеслендірді. Украина ечішлер назірлігі Киевде керчеклештірілген ұжымге Рамзан Кадыровның алақасы бар ола біле деп бұлдырды. Чеченистан лидері сесленді о алақасы олғаныны инкар ете. Игорь Моисейчук 2014 декабрь айында Кадыровға видео вастасынен мұраджат еткенеді. О işgal edilgen Донбассының чекілмеге чағырып, Путин ве Кадыровдан сербест ичкере угрунда күрешмеге ваде етті. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Халық депутаты Игорь Моисейчук оңа кімлер үжім етте білгеніні тахмин етмей, бұны телефонда атыр телеканалына бұлдарда ұқы қорыйжылар тақиқат кечере Моисейчук хастаханеден шыққан соң елек олған муафызы Русланның сойсупларына зәретті. Чек ола бірқач күні велсі телеканаллардан бірінің оғынде патлау юзбергені да екі инсан жан берді да учу яраланды. Прокуратура Украина халық депутаты Игорь Моисейчукны өлдірмеге тырышқанлар деп тахмин ете. Перші кроки поїду на могилу до свого охоронця Руслана і до його родини, до його дочки. Оце мої перші кроки. Працюватиму, як і працював. Дякую. Зараз мене везуть на процедуру. Почуваю себе, розбитий. Башар Асад әліге қаршы химикселя қолануында қабатлы бұл құлясаны Бірлескен Миллетлерінің экспертлері чықарды. Ақымдағы сененің апрель айында Идлиб шәрінде зерлі газ қоланылғаны да о вақыт ең азындан 74 дейін санелі ақылды бір қачуыз кіші зерленгені да. Мутихасыслар Сурияде химикселя 33 кере қоланылғанына қайдетті, олардан 27-сі Асадның үкімет ордысы тарафындан қоланылғандар.
Татарстанда татар тіліні қорчаламақ. Фаллер Жұмхуриетінің Девлет Шурасының бинасы өгіне келіп, бойле талапларына айдынлатқанлар. Анда прокуратураның қарары еле татар тілі мұтлақ үгренележек фенлер сырасындан шығарылды. Мектепте дерслер факультатив шеклене кечірілді. Фаллер Татарстанның Девлет Шурасына келгенде депутатлар топлашу өткерейді. Еркеске кіріште татар элифбесі берілді. Казахстан латин урфатына кече. Президент Нурсултан Назарбаев бұңа дайыр бұйрықны имзалады. Латин жеге кече шекебен 25 сенесіне қадар девам етежектір. Казахстанлылар қыр хариф еріне 32 харифтені барет елівбені елде етежек. Президент 1940 сенесі Кирилл жеге кечме қарарының сессия себеплері барыды деп қайдеттам. Бұндан евел 4 ескі совет мемлекеті Азербайжан, Молдова, Түркменистан ве Өзбекистан Кирилл урфатындан ваз кечкен еділер. Джамала АТР телеканалына интервью берді. Ерже ilk яңа ел тұрқысы Қырым татар тілінде альбом шығармақ арзусы ве миграция мәселелері халықара тешкілетінің инсанларының сатма әлі көреш компаниясының 100 олғана қында тариф етті. Компанияның шлях дұдымы еріні қоллана ерже Қырым ішғалі оңа арзусына ерішмеге кедер әткенін ве Украина шарқы қомшы девлетінің истелясындан зарар көргеніні қайдеті. 2014 сенесінден башлап миллионлардан Украина ватандашы бұттың дүнияда женг ве тақыплерден қашқанларға қошылды. Потому что случилась оккупация, потому что нас забирают Донецк и Луганск постоянно, и поэтому постоянные жители приезжают, и они в поисках работы, они в поисках заботы, и, конечно, они попадают больше всего под этот риск. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздар. Бір қажда қадан ақтымчы гос Вельми Умеровның мұтбат конференциясы авалиманындан башла жақтыр АТР телеканалы оны жанлы яйында көстережек. АТРден айрылмаңыз.